тоже нормально. Allah razı olsun. Anamın ağlarından aybım dönürsün. Silsin ana altını bir göğdü yeme. Tarihi karadan tümlerden muhalardan gibi oldu. Aynı resim. Vallahi ana baba ona gel gömeliyor. Осындай құдағиым барын Аллаға шүкір мыңдамын. Осындай қызды дүниеге әкеліп маған келін еткен үшін мыңда бір рахмет. Жас орамалды тағы Kendimizin tuğanlı tuttu olsun, ömürlü olsun. Бастысы әйел бақытын тілейміз енді. Құдай қаласа осы әлемдегі қандай жақсылық бар әйелге деген сол жақсылықтың бәрін көруге нәсіп етсін. Hiçbir için almaz koluna yıkmak sazım. Ansaydı ona erdi ilgi çok kullanır. Ciddidir benim için canı sözü yok kullanır. Her kaçanda әрдайым орталарыңызда жүрсін, жарқырап, жайнап, қосағымен қоса қалсын, төлеш. Осы отанға келгенде өзім бақытты болам деп емес, осы отанды бақытты болам деп. Бізді бақытты етіп жатыр, Аллаға шүкір. Şükür. Аллаға мыңда шүкір етемін. Бұдан да әрі қарай биік шыңдардан көрінеді. Өткен кеткенге көз жүгіртіп жатырмыз ғой. Толқынды біз шынымен Алладан сұрап алғанбыз. Кішкентай кезімде әкем гастрольде жүреді, анамның қасында үнемі періштенің тілегі қабыл болады. Анам білетін өзі әкесі жазып берген 3-4 сүресі болатын. Соны оқып болып, сен енді Алладан сұра дейтін. Маған адал келін сұра, өзіңе жар сұра дейтін. Бір күні қадір түні күні анамның аяғын уқалап отырып соны тіледік. Анам білетін өзі әкесі жазып берген 3-4 сүресі болатын. Соны оқып болып, сен енді Алладан сұра дейтін. Маған адал келін сұра, өзіңе жар сұра дейтін. Бір күні қадір түні күні анамның аяғын уқалап отырып соны тіледік. Ал енді үйленетін кез келді. Қадір түні күні. Ұйықтаған жоқпыз. Сөйтсем соны айтады, толқынды айтады, біз де қадір түні тілегеміз дейді ғой. Сен сияқты жарды бізді тілегеміз дейді. Алланың қалауымен осы күнге жеттік. Енді мен осы уақытқа дейін толқынның туған күніне ешқандай сыйлық бермейтінмін. Осы жолы арнайы 30 жасына сыйлық дайындап алып келейін. Осы сәтте берген дұрыс шығар енді бәрі. Дұрыс, тығып берген болмайды. Деген әріптері бар. Тифани деген. Бұйырса тұтылар көбейе берсін. Жеңше, құтты болсын. Сіздің отбасыңыз бізге бір пример деп айтуға болады. Өте қатты жақсы көремін, бағалаймын. Мен туған әпкем секілдісіз. Екеуміздің жанымыз өте қатты жақын. Осыға келіп жатсаңыз да өте жас көрінесіз. Қаншама баланың анасыз. Сізде менің ойымша жеңге өте сондай бір мыңнан бір деп айта аламын. Тек қана дейміз. Баршаңызға қайырлы кеш, қолдарыңыз қалай, келіп жатқан құттықтауларға Алла разы болсын. Үлгере алмай жатырмын, қазір
дұрыстап салып